Түлкі адамға шабуыл жасай ма? Көп адам жоқ дейді, бірақ шындық кейбір жағдайларда түлкі өте қауіпті болуы мүмкін. Ал ең қорқыныштысы, сен оны байқамай да қаласың. Сәлем достар, бұл жануарлар шындығы каналы. Бүгін біз түлкінің шынайы өмірі, отбасы қауіптілігі және адамға белгісіз құпиялар туралы айтамыз. Ендеше бастайық. Түлкілерді көп адам жалғыз жүретін аң деп ойлайды, бірақ бұл толық шындық емес. Көбею кезеңінде түлкілер жұп құрады. Еркек пен ұрғашы бірге ін қазып, балаларын бірге өсіреді. Ең қызығы, еркек түлкі анасына тамақ тасып береді, ал ұрғашысы балаларын қорғайды. Яғни бұл нағыз отбасылық модель. Кейбір түлкілер бір маусым ғана бірге болады, ал кейбіреуі бірнеше жыл қатарынан жұп болады. Түлкінің күшіктері соқыр болып туады. Алғашқы апталарда олар тек іннің ішінде жатады. Бірақ бір айдан кейін олар сыртқа шығып ойнай бастайды. Бұл ойындар жай қызық емес. Бұл өмірге дайындық. Олар аң аулауды, қашуды, жасырынып жүруді ойын арқылы үйренеді. Түлкі ең бейімделгіш жануарлардың бірі. Олар орманда, далада, тауда, шөлде, тіпті қалада да өмір сүре алады. Мысалы, кейбір түлкілер қаланың ішінде қоқыс жәшіктерінің жанында тұрады, ал кейбіреуі адамдардан алыс, тыныш аймақтарды таңдайды. Яғни түлкі қай жерде болса да тірі қала алады. Түлкі толық жыртқыш емес. Ол бәрін жейтін жануар. Оның рационы тышқан, қоян, құстар, жәндіктер, жемістер, жидектер, тіпті қоқыс. Ең қызығы, жазда түлкі көбірек жеміс жейді, ал қыста аң аулауға көшеді. Яғни ол табиғатқа қарай тамағын өзгертіп отырады. Бұл ең маңызды сұрақ. Қалыпты жағдайда түлкі адамға шабуыл жасамайды, себебі ол адамнан қорқады. Бірақ кейбір жағдайларда қауіп бар. Егер түлкі ауырса, мысалы құтыру кезінде, егер оны бұрышқа тіресе, егер ол өзін қорғап жатса, онда ол шабуыл жасауы мүмкін. Бірақ бұл өте сирек. Көп адам түлкіні зиянды деп ойлайды, бірақ ол табиғатқа өте пайдалы. Түлкі тышқандарды жейді, зиянкестерді азайтады, экожүйені тең ұстайды. Егер түлкі болмаса, кейбір кеміргіштер өте көбейіп кетер еді. Кейбір зияны да бар. Түлкі тауықтарға шабуыл жасауы мүмкін. Фермерлерге зиян келтіреді, кейде ауру тасымалдауы мүмкін. Сондықтан кейбір адамдар оны қауіпті деп санайды. Түлкіде ерекше қасиеттер бар. Өте жақсы есту, түнде көру қабілеті, иісті алыстан сезу. Бірақ ең ерекше нәрсе, ол жағдайға тез бейімделеді. Бұл оның басты қаруы. Түлкілер 40-тан астам түрлі дыбыс шығара алады. Олар айқайлайды, сыбырлайды, үрген сияқты дыбыс шығарады. Кейбір дыбыстары адамға өте қорқынышты болып естіледі. Түлкі көбіне түнгі аң, себебі қауіп аз. Аң аулау оңай, адамдар аз болады. Бірақ кейде күндіз де көрінуі мүмкін. Енді сен түсіндің, түлкі жай ғана қу жануар емес. Ол ата-ана, аңшы, стратег, тірі қалудың шебері. Сондықтан келесіде түлкі көрсең, оны жеңіл қабылдама. Түлкі табиғаттағы ең ақылды жыртқыштардың бірі. Ғалымдар түлкінің миын зерттегенде, оның шешім қабылдау қабілеті кейбір иттерден де жоғары екенін анықтаған. Бірақ ең қызығы, түлкі тек инстинктпен өмір сүрмейді. Ол ойлайды, бақылайды, жоспар құрады. Бұл ең таңғаларлық факт. Кейбір зерттеулерде байқалған, түлкілер басқа жануарларды алдау үшін әрекет жасайды. Мысалы, түлкі тамақ тапқанда басқа жануарлар көріп тұрса, ол тамақты бір жерге жасырғандай болады. Бірақ шын мәнінде басқа жерге апарып жасырады. Яғни, ол біреуді әдейі шатастырады. Бұл қарапайым инстинкт емес, бұл стратегия. Қыс мезгілінде түлкі ерекше әдіс қолданады.
Ол қар үстінде жүріп, құлағын тік ұстап, жер астындағы тышқандардың дыбысын тыңдайды. Себебі бір сәтте аспанға секіріп, басымен қарды жарып кіреді. Бұл әдіс моусинг деп аталады. Ең қызығы, түлкілер жердің магнит өрісін пайдаланып, дәл қай жерге секіру керек екенін анықтай алады. Оларда ішкі компас бар. Түлкілер бір-бірін қуалайды, заттарды лақтырады, тіпті жалғыз өзі де ойнайды. Бірақ бұл, ғалымдардың айтуынша, жай көңіл көтеру емес. Бұл болашақ аң аулауға дайындық. Яғни түлкі ойнағанда да болашақты ойлап жүреді. Түлкілер адамның дауысын ажырата алады. Олар қауіпті дауысты, тыныш дауысты, таныс дыбысты ажыратады. Сондықтан кейде түлкі адам жақындап келе жатқанын көрмей тұрып сезеді. Қазір түлкілер тек орманда емес, қалаларда да өмір сүріп жатыр. Олар қоқыстан тамақ табады, адамдардан жасырын жүреді, түнде ғана қозғалады. Ең қызығы, қаланың түлкілері орман түлкілеріне қарағанда ақылдырақ және батылдырақ болады екен. Бұл жануар жай ғана қу емес, ол стратегия, интеллект және тірі қалудың шебері. Түлкілер қыста жападан жалғыз жортады, тек жазда ғана жұптасып өмір сүре бастайды. Түлкінің ұясында ұрғашысы да, еркегі де, күшіктері де бірдей қамқорлық жасайды. Ұрғашысы күшіктегенге дейін аталығы қамқорлық жасап, апанды жылытуға көмектеседі. Түлкі үшін құйрық өте маңызды мүше. Жүгірген кезінде құйрығы оған тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі, ал қыста суықтан қосымша қорғаныс ретінде қызмет етеді. Түлкілер өте сақ. Егер қауіп төнсе немесе қуғынға түссе, олар іздерін шатастырып, қудалаушыны адастыру үшін басқа жерлерге жасырынады. Дәл осы қасиетіне қарап түлкіні ең айлакер аң деп атайды. Түлкілер жүгіре алатын ең жоғарғы жылдамдық сағатына 50 км жүгіреді. Жабайы табиғатта түлкілер шамамен 6-8 жыл, ал зообақтарда 20-25 жыл өмір сүре алады. Түлкілерде есту, иіс-сезу сезімдері өте жақсы дамыған. Олардың көмегімен аң қоршаған орта туралы біледі. Құрметті жануарлар каналының тыңдаушылары, келесі қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз.